Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Баланың өмірін қиған жол апаты. Қайғылы оқиға бүгін Аманжолов көшесіндегі жаяу жүргіншілер өткелінде болды. Жол көлік апатына кім кінәлі? Қарағандылықтардың бұралқы иттермен алысумен күні өтіп жатыр. Ең қауіптісі, уақыт өткен сайын адамдарға қауіпті қаңғыбас иттер көбейіп барады. Бұл мәселе шешімін табады ма? Қаламыздағы көп салалы ауруханада онкологиялық ауруларды емдеу үшін 2 бірдей бөлімше ашылды. Онда науқастарға арналған жаңа жабдықтар орнатылған. Қаламызда 12 жастағы мектеп оқушысын көлік қағып кетті. Алған жарақат салдарынан жеткіншек ауруханада көз жұмды. Жан түршігерлік жол апаты Қасым Аманжолов көшесіндегі жаяу жүргіншілер өткелінде болды. Аталмыш жолдың бұл бөлігі жергілікті тұрғындардың жіті назарында, өйткені жол көлік апаты жиі тіркеледі. Мұның бәрі көшенің тар болуы мен жаяу жүргіншілер өткеліндегі бағдаршамның орнатылмағандығынан дейді қарағандылықтар. Бүгін тағы бір қайғылы оқиға болды. Облыстық полиция департаментінің мәліметіне сәйкес, Toyota жол талғамайтын көлігімен 51 жастағы жүргізуші 12 жастағы мектеп оқушысын қағып кетті. 6 ақпан күні Қарағанды қаласында таңғы сағат 8-дер шамасында 51 жастағы Toyota автокөлігінің жүргізушісі Аманжолов көшесімен бағыт алып келе жатып, реттелмейтін жаяу жүргіншілер өтетін жерде 12 жастағы оқушыны қағып кеткен. Жол көлік оқиғасының салдарынан оқушы ауруханада алған денеген жарақаттарынан қайтыс болды. Аталған дерекке байланысты сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қарағанды облыстық полиция департаменті жол қозғалысына қатысушылардан аса сақ болуды және жүргізушілерден жол жүру ережелерін қатаң сақтап, жылдамдықты шектен тыс асырмауды сұрайды. Қарағандылықтардың бұралқы иттермен алысумен күн өтіп жатыр. Себебі экология министрлігі енгізген жануарларға жауапкершілікпен қарау заң жобасы бойынша қаңғыбас хайуандарды атуға болмайды. Оларды сала мамандары аулап, стерилизациядан өткізіп, сырға тағып, вакцина егіп, тіркеп ұстаған жерге қайта қоя береді. Ең қауіптісі, уақыт өткен сайын адамдарға қауіпті қаңғыбас иттер көбейіп барады. Елімізде кейінгі кезде бұралқы иттердің адамдарға шабуылдау жиіледі. Сондай-ақ түрлі жерде жүретіндіктен ауру таратуы да мүмкін. Ал құзырлы орган өкілдері еш шара қолдана алмайтынын айтады. Сала мамандары қаңғыбас хайуандарға ем-домын жасап, адамдарды қаппау жөнінде ақыл айтып қоя береді деп ренжейді тұрғындар. Қазақ халқы итті арнайы асырап, 7 қазынаның біріне балаған. Олардың тұқымын сұрыптап, аң аулау мен үй күзетіне қолданған. Алайда қаланың айналасында бұралқы иттер қаптап жүр. Бұрынғыдай қажетке пайдаланудың орнына сән үшін ұстайтындар көбейді. Оған қоса, олар күшіктерін далаға бос жібере салады. Майқұдықта тұратын Аңғар Смағұлов көшеде қаңғыбас иттерді фотоға түсіріп, бірнеше рет әлеуметтік желіге де жариялаған. Өткен жол Сырдария сауда үйінің жанында бір әйелді талап тастай жаздады. Қолында жас баласы бар, жанында жетектеген баласы бар еді. Соны қауіп тастай жаздады. Мен арашалауға бардым да жаңа түсіруге үлгере алмай қалдым. 7-8 ит қатар өріп жүреді. Ана қоқыс тастайтын жерге келеді. Участковыйға айтам, осындай болды десем, ол кісілер айтады, біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Осы мәселе жөнінде әкімшілікке жаздық, бірақ шара қолданылып жатқан жоқ дейді. 2021 жылға дейін Қарағанды өңірінде Ұлытау облысын қосқанда жылына 20 мың ит жойылатын. Ал былтыр тек 2004 аяқты ауланып, іс-шаралар қолданылған. Енді экология министрлігі енгізген заң бойынша қаңғыбас хайуандарды өлтірмей, арнайы панажайда 60 күн бойы тиісті жұмыстар атқарылуы тиіс. Бүгінде көпшіліктің шуынан кейін мәслихаттың шешімімен 15 күн ғана ұстайды. Содан кейін қайта босатылады. Былтыр бір бұралқыға 96 мың теңге, биыл 56 мың теңге жұмсалу көзделген. Егер адамдарды қапса, мектеп балабақшаның қасында жүрсе, ол иттер ауланып жансыздандырады. Бар жұмыс кейінгі заң аясында атқарылатындықтан ветеринарлар да шарасыз. Аулау, жансыздандыруды бір мекеме болуы мүмкін. Уақытша ұстауды біреуі, одан кейін вакцинация, стерилизацияны жаңағы басқа адам алуы мүмкін. Одан кейін сол төртеуін еще басы бірігіп жаңағы бір шараны өткізу керек. Бір иттің басына қатысты ғой сол төртеуі.
Тұрғындардың пікірінше Әлімхан Ермек көшесіндегі темір жол жағында, Гапеев көшесіндегі Аян супермаркетінің тұсында, Майқұдықтағы Сырдария және Реал супермаркеттерінің артында бұралқы иттер өріп жүреді. Жергілікті азаматтар Реал сауда үйінің артында құбырдың бойына қаңғыбас төрт аяқтылардың тұрағын жасап қойған. Қарағанды ветеринария станциясына күн сайын қараусыз иттен жапа шеккен 5-6 адам хабарласады екен. Оқу ағарту министрлігінің дерегінше былтыр 80 адам қаңғыбас иттен зардап шексе, 3 бала таланып қайтыс болған. Сондықтан депутаттар заң жобасының шикі тұсы көп дейді. Заңның өзгерісі өзде бар жағдайды одан сайын қиындатты ма деп ойлаймын. Өйткені бүгін таңда біз білеміз қалай жаңағы мысал үшін енді қиын жағдайда, өйткені бұл кісілер стайт жаңағы вет инспекциялар арнайы бір күннен кейін жаңағы стерилизация бәрін жасағаннан қайрадан қоя береді. То жаңағы иттеріміз қайрадан сол жерге келеді. Оған кім кепілдік береді? Ол ертең қауіп төндірмес үшін. Қарағандыда биыл 24 итке арналған панажай салынды. Алайда бұл қалада қаптаған бұралқыға жетпейді. Сондай-ақ оны мемлекеттік сатып алу бойынша жүзеге асыру керек. Мұндай Қарағандыда Төртеу және Қарқаралыда бір орын бар. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл 13 мыңнан астам жас қарағандылықтарды жұмысқа орналастыру жоспарланып отыр. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев басқарма басшылары мен қала аудандардың әкімдеріне жастарды жұмысқа орналастыру мәселелеріне көбірек көңіл бөлуді және тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз етуді тапсырды. 2023 жылы бекітілген өңірлік жұмыспен қамту картасы бойынша 25 мың жас қарағандылық жұмысқа орналастырылды. Тиімді құралдардың қатарына ұлттық жобалар, әлеуметтік жұмыс орындары, бизнеске тарту, бірінші жұмыс орны және ұрпақтар келісімшарты жобалары жатады. 490-нан астам жұмыссыз қарағандылықтар сайтта онлайн оқытудан өтті. Бастау бизнес жобасы бойынша 3 мыңға жуық жас кәсіпкерлік негіздерінде оқытылды. Статистика органдарының деректеріне сәйкес, облыс бойынша жастар саны 309 мыңнан асады. Оның ішінде жұмысшы жастар 5732 адам. Жастар жұмыссыздығының деңгейі 3,1%, бұл республикалық көрсеткішпен салыстырғанда 0,2% тармаққа төмен. Өңірлер арасында жастар жұмыссыздығының жоғары деңгейі Қарағанды қаласында 4,9% және Балқаш қаласында 4,6%. Сонымен қатар, осы кезеңде жұмыспен қамту органдарында тіркелген жұмыссыз жастардың саны 3546 адамды, жалпы жұмыссыздар саны 8647 адамды құрады. Ермағанбет Бөлекбаев бұл мәселеге жүйелі көзқарас қажет екенін атап өтті. Колледж түлектерінің қайда жұмысқа орналасатынын қадағалау қажет және ниет жастарға көбірек көңіл бөлу керектігін тілге тиек етті. С управлением молодежной политики, с акимами городов и районов необходимо обеспечить выполнение планов показателей в рамках реализуемых проектов. Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, жастар саясат басқармасы мен қалалар мен аудандардың әкімдерімен бірлесіп, іске асырылған жобалар шеңберінде жоспарлы көрсеткіштің орындалуын қамтамасыз етуі қажет. Жастарды мемлекеттік қолдау шаралары туралы хабардар етуді жандандыру және жұмыс берушілерді тарта отырып, жастарға арналған бос орында жәрмеңкелерін тұрақты өткізу керек. Өңірде жастар көп жиналатын орындарға баратын және мемлекеттік қолдау шаралары туралы әңгімелейтін мобильді топтар жұмыс істеп, тұрақты негізде бос орындар жәрмеңкелері ұйымдастырылып келеді. Ниет жастарға екі қолға бір күрек табу мәселесін шешу үшін жастар саясат мәселелері жөніндегі басқарма мүмкіндік марафон іске қоспақ. Оның қорытындысы наурыз айында шығады. Еркена Жұмашева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздағы көп салалы ауруханада онкологиялық ауруларды емдеу үшін 2 бірдей бөлімше ашылды. Онда науқастарға арналған жаңа жабдықтар орнатылған. Айта кетсек, облыста 22 мың адам ресми онкологиялық тіркеуде. Көш басында өкпе және сүт без обыры тұр. Дүниежүзілік обырға қарсы күрес күні қарсаңында нөмірі 3-ші көп салалы ауруханада 2 бөлімше өз жұмысын бастады. Алғашқысы химиотерапия орталығы. Мұнда зертхана, дәріхана, ультрадыбыстық зерттеу, электрокардиография және рентген кабинеті бар. Жалпы 106 адамға есептелген. Ал күндізгі стационар тәулік бойы 60 науқасқа дейін қабылдауға қауқарлы. Облыстық балалар ауруханасы жаңа ғимаратқа көшкеннен кейін бізге қала орталығында босатылған үй-жай берілді. Ол ескі ғимарат, күрделі жөндеу жүргізілді. Жұмыстар өткен жылдың тамыз айынан басталған еді. Бүгінде мұнда 3 бөлім орналастырылған. Ол химиотерапиялық, паллиативтік көмек және күндізгі стационар. Мұның бәрі науқастарға сапалы медициналық көмек көрсету үшін қажет. Ал екіншісі радиациялық онкология орталығы. Мұнда әртүрлі ісіктерді емдеуге мүмкіндік беретін томотерапия аппараты орнатылған. Сонымен қатар жергілікті бюджет есебінен жатыр мойны, простата және терінің онкологиялық ауруларын анықтау үшін брахитерапиялық жабдық бар.
В ближайшее время Емдеу жұмыстары тиісті рұқсат құжаттары алынған соң басталады. Бастысы аппарат орнатылды. Мұндай құрылғы Алматы мен Астанада ғана бар. Енді бізге де қолжетімді. Мамандар шетелден оқып, білімін жетілдіріп келді. Бұл құрылғыда қаралу қарапайым адамдар үшін тегін, кепілдендірілген медициналық сақтандыру аясында жасалады. Жаңадан ашылған бөлімшелер және заманауи аппараттармен облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі Вячеслав Дудник, Қазақстандық онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының директоры Диляра Қайдарова танысып орталықты аралап қайтты. Айым Ғалымқызы Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Кәсіпкерлерге декларацияны толтыруға және тапсыруға көмектесетін консультациялық орталықтар ұйымдастырылды. Айта кетсек, биыл жалпыға бірде қаржылық есеп берудің 3-ші кезеңі басталды. Мемлекеттік кірістер департаменті өткен жылы атқарылған жұмыстарын қорытындылады. Ведомство полиция департаментімен бірлесіп, жеке тұлғалардан берешекті өндіріп алу бойынша жұмыс жүргізіп келеді. Өткен жылы 1300 рейдтік шара нәтижесінде 117 миллион теңге көлік құралдарына салық төленді. Айыппұл тұрағына 708 темір тұлпар жеткізілді. 95% бюджет поступило 279,3 миллиарда теңге с превышением плана. 2023 жылғы болжамды департамент 105%-ға орындады. Бюджетке 279,3 миллиард теңге түсті. 2022 жылмен салыстырғанда 52,6 миллиард теңгеге артық. Биылғы жоспарға сәйкес жергілікті бюджетке 294 миллиард теңге жинауды көздеп отырмыз. Сондай-ақ тұрақты негізде халық пен бизнес арасында заңнама нормаларын түсіндіру жұмыстар жүргізіледі. Кәсіпкерлерге декларацияны толтыруға және тапсыруға көмектесетін консультациялық орталықтар ұйымдастырылған. Департаменттің жұмыс көлемі өте ауқымды екені және де маңызды екенін біз түсініп, бірге қызмет жасап жатырмыз. Сіздер салықтың түсімдерін бастап кедендік рәсімдеу дейін үлкен жұмыстарды атқарып келесіздер. Аймақ басшысы департамент қызметкерлеріне атқарылған жұмыстар үшін алғысын білдірді. Алқа отырысы соңында жыл қорытындысы бойынша үздік мамандар марапатталды. Оқу жылының басынан бері 1,5 мыңға жуық бұзақы жасөспірім Қазақстан полициясының есебіне алынды. Сондай-ақ тәртіп сақшыларының назарына балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді атқармайтын бірнеше мың ата-ана түсті. Кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігі туралы Ішкі істер министрлігінің өкілдері айтып берді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, әрбір оқу орнына ювеналды полиция қызметкерлері, учаскелік инспекторлар мен жедел уәкілдер бекітілген. Олар профилактикалық жұмыстар жүргізу арқылы мектеп оқушылар арасында заңсыз әрекеттерді анықтап, оның алдын алады. С начала учебного года установлено более 1400 неформальных лидеров среди подростков. Оқу жылының басынан бастап қоғамға жат әрекеттер жасауға бейім жасөспірімдер арасында 1400-ден астам бейресми көшбасшылар құрылды. Барлығы бақылауға алынып, кәмелетке толмағандар тарапынан бопсалаудың 40 фактісі тоқтатылды. Сонымен қатар тәртіп сақшылары балаларға қатысты зорлық-зомбылық фактілерінде тіркейді. Аталмыш мәселені болдырмау мақсатында полиция қызметкерлері өгей әке-шешемен тұратын кәмелетке толмаған балаларға жіті назар аударады. Бақылау барысында өмірлік қиын жағдайға тап болған 2000-нан астам отбасы анықталды. Поставлено на профилактический учет более 6000 родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. Балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді атқармайтын 6000-нан астам ата-ана профилактикалық есепке қойылды. Арнайы комиссия мүшелерімен бірге ересектерге байланысты 1800 материал қаралды. Сот шешімі бойынша 600-ден астам адам ата-ана құқығынан айырылса, ал 340 адам шектеу алды. Аталмыш міндетті орындамаған үшін 12000-нан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сала қызметкерлері соңғы 10 жылда кәмелетке толмағандарға қатысты құқық бұзушылықтар саны 3 есеге азайғанын атап өтті. Бірақ олардың 3-тен бірі жыныстық иммунитетке қарсы қылмыстар. Сарапшылардың айтуынша, бұған әлеуметтік желілердің ықпал етуімен қатар жасөспірімдердің ересектердің бақылауында болмауы себеп. Сейчас дети активно пользуются приложениями Instagram, TikTok, в которых свободно распространяется контент, наносящий вред здоровью и развитию детей. Қазір балалар Instagram, TikTok қосымшалары белсенді қолданылады. Онда балалардың денсаулығы мен дамуына зиян келтіретін теріс мінез құлық стереотипін қалыптастыратын ақпараттар еркін таратылады. Көп жағдайларда балалар ұялы телефондарын әке-шешелеріне тексеруден бас тартады. Статистикаға сәйкес жасөспірімдер әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы хат алмасқаннан кейін жыныстық қылмыстың құрбаны болуда.
Бүгінде полиция заңсыз интернет ресурстарды жабу үшін шаралар қабылдауды қолға алды. Айта кетейік, өткен жылы 20 мыңнан астам осындай сайт анықталған. Спорт жаңалығына кезек берсек, теміртаулық спортшы әлем чемпионатында жеңімпаз атанды. Дохада өткен додада су спорт түрінен жерлесіміз Наргиз Болатова еліміздің намысын қорғады. Синхроншы аталмыш додада Эдуард Киммен жұптасып алтынды қанжығаларына байлады. Көркем жүзу түрі бойынша ұлттық команда өкілдері аралас дуэттер арасында үздік өнер көрсетіп алға шықты. Айта кетейік, бұл су спортынан әлем чемпионаттарындағы Қазақстанның алғашқы алтыны. Қазылар алқасы Наргиз Болатова мен Эдуард Кимнің өнерін 228 ұпаймен бағалады. Қытайлық спортшылар күміс медаль иеленсе, мексикалықтар қола жүлдегері атанды. Естеріңізге сала кетейік, чемпионатта бабы мен бағы қоса шапқан Наргиз 7 жасынан бастап Теміртауда синхронды жүзумен айналысып келеді. Қазіргі уақытқа дейін ол халықаралық дәрежедегі спорт шебері, суда жүзу түрлері бойынша Қазақстан Республикасы құрамасының капитаны атанып үлгерді. Бүгінге айтарымыз осы. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 4206-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.